Ораза ұстаған адамның екі қуанышты сәті бар. Біреуі ауыз ашар уақыты, екіншісі Алла тағаламен қауышар сәті. Ораза ұстаған адамның аузынан шыққан иіс мен үшін жұпар иісті мисіктен артық делінген. Аллахтың разылығы үшін аштықтың тауқыметін тартып, бұл дүниеде қиналған адам, о дүниеде шексіз рахымға бөленеді екен. Қандай да бір пенде Раббысының жолында бір күн ораза ұстаса, Хақ тағала сол күннің құрметіне оның жүзін тозақ отынан 70 жылға алыстатады делінген. Аузы берік кісіге ауыз аштырғанға ораза ұстағанның сауабындай сауап беріледі екен. Бұхари, Муслим хадистерінен жеткен. Қымбатты менің көрермендерім, видеоны соңына дейін көргеңіз болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңді қалдырыңдар. Қазақ каналының дамуына үлес қосайық.